Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қазіргі таңда хитке айналып жүрген майлықтарды немесе сүлгілерді осылай аю қылып бүктеудің жолын үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бірінші осылай сүлгімізді жайып аламыз, қақ ортасын біліп алу үшін осылай бүктеп, сызық түсіріп белгілеп аламыз және бір шетінен бастап орап ортасына әкелеміз. Және екінші шетінде орап қақ ортасына әкелеміз. Енді төбе жағынан осылай қайыра отырып майыстырып, төменгі жағына осылай қайталап көрсетейін. Міне осылай қайырып майыстырып бүктейтін боламыз. Енді бізге осындай 3 резинка керек. Біріншісін біз осылай аюдың басын бөліп шығару үшін қақ ортасына салатын боламыз. Қолмен дұрыстап тегістеп жіберетін боламыз. Енді екінші резинкамызды алып, бір құлағын шығаратын боламыз. Бір рет байласаңыздар жеткілікті. Енді екінші құлағын, сол кезде бізде бар жоғы 3 резинка кетті. Енді өзіміз қалаған түсте лентаны алып, мойнына бабочка қылып байлайтын боламыз. Міне байладық. Енді дұрыс емес жерлерін тегістеп, дұрыстап жіберетін боламыз. Ол кішкене сүлгіден жасалған, енді мынау үлкен ванный сүлгіден жасалған түрі. Осылай өздеріңіздің тойларыңызға, сыйлыққа берсеңіздер болады. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Назарларыңызға көптен көп рахмет.